Баршаңызға сәлем, сіздермен Жадыра. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ әрі дәмді болатын булочка дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен жылы сүт, бір ас қасық тұз және бір ас қасық ашытқы қажет. Барлығын салып араластырамыз. Үстіне алдын ала ерітілген салқын сары майымызды құямыз. 3 жұмыртқа жарамыз және де 1 шай кесе қант салып жақсылап араластырамыз. Айтпақшы, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Енді үстіне ұнды салып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен қамырды әуелі осылай венчикпен, артынша қолмен илейтін боламын. Бізде осындай жабысқақ қамыр шығады. Қолыма жабысып тұр деп, үстіне ұнды себе берудің қажеті жоқ, себебі бізде қамыр қатты болып кетеді де, біздің булочкамыз қатты болып піседі. Сол үшін осылай үстел үстіне сұйық майды жағып, қолымызды да сұйық маймен майдап аламыз. Солай қамырымызды осы сұйық майдың үстінде илеуді жалғастыратын боламыз. Қамырды барынша көбірек илеген дұрыс, ол өзінің бабымен бір тегіс әрі жұмсақ болып піседі. Мен видеода қысқаша ғана көрсеттім, ал сіздерге ұзағырақ илеуге кеңес беремін. Илеп болған соң ыдысымызға салып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң видеодағыдай етіп, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Булочканы түзеудің 6 түрлі әдісі туралы видео каналымда бар. Егер білгіңіз келсе, описанияға сілтемесін қалдыратын боламын. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп болғаннан кейін, ыдысымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Себебі қамырымыз біздің көтерілуі тиіс. Болғаннан кейін бетіне жұмыртқаны жағып, күнжітті сеуіп, 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Булочканы пісірудегі ең маңызды нәрсе ол қамырдың көтерілуін күту. Яғни қамыр бізде жақсылап көтерілетін болса, онда пышный, жұмсақ, әдемі булочка шығатын болады. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.